86 жылы желтоқсанында не болғандарын білесіздер. Колбин деген адамды біздің Ділмұхамед Қонаевтың орнына қойғысы келді. Содан біздің жастардың талабы тек қана өз ұлтына, өз халқына, өзіміздің адам болсын деген ғана, сондай талаппен ғана шыққан. Ешқандай алқаш болмаған, ішінде наркоман болмаған. Міне алдыңғы посттарда қарасаңыздар, мынау нелерінде жазып отырған комментарийларында сұмдық нәрселер болған. Мынау сол кезде айтқан нәрселерінде бәрі шындыққа айтып жатыр. Ол кезде зиялы адамдарды да айтқан, әлде оларды мәжбүрледі ма айтуға, солай наркомандар болды, ол жерде қайдағы студенттер наркоманмен алқаштар жүрді деп. Көшеде дейді саперский күректермен қансыратып біздің қазақ балаларды сөйткен қыздарымызды. Қаншама адамдар қырылған, енді айтсаң жүрегің ауырады. Анау комментарийлерді оқысаңыздар, шынымен де өте қайғылы болған нәрсе. Енді соны қазір айтып отырады адамдар. Біздің мейрам, тәуелсіздік дейді, қанмен келген тәуелсіздік. Еске алатын күн деп ойлаймын ол күнді. Еске алатын, билеп тойлайтын күн емес. Бұл түсінікті болып тұр. Бір жағынан қарасаңыздар, Мәскеуден жіберді дейді, ОМОНды, спецназ жіберді, омбыдан, Омскідан ғой енді, сол Шіләбіден дейді, өзіміздікілер де бар. Енді мынау қаңтарда болған сияқты ғой, өзіміздікілерде де бар деген секілді. Сол жақтан келіп, оқ жаудыртқан, қаншама. Сол енді бұйрықты кім берді деп ойлайсыздар деймін. Сол енді Мәскеуден берсе де, мына жақтан кім сұратқан екен сол бұйрықты, соның бәрін құпия қылып ұстап отыр ғой Мәскеудің архивтерінде. Әлде оны компромат қылып ұстап отыр ма біздің биліктерге ме, бірдемелерге. Соның бәрі, соны өзім талап етем, Мәскеуден сол архивтерден алып, соны бүкілін жарияласын, қазақ халқыма не болғанын бәрі білу керек. Өйткені ол біздің тарих. Оянайық, қазақ елі, оянайық.